Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, мақтадай үлпілдек болып тұратын, осындай аштыққа қосып жасалатын қамырдың, яғни әмбебап қамырдың рецептін бөлісетін боламын. Бұл қамырдан біз қазір лепешка, яғни нан, күлше нан, бауырсақ жасаймыз. Және де булочка мен батон нанды жасайтын боламыз. Бұдан басқа да сосиска тесте, пирожки с картошкой, болмаса тағы да басқа да көптеген осы ұннан жасалатын тағамдардың жасауға болады. Осы қамырдан өте үлпілдек, жұмсақ болып шығатын қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан арнамнан алыстамай, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы су құямыз. Бәрі жылы болу керек. Мен әделеп жылытып алдым сүтті де, суды да. Үстінен ертілген сармай мен сұйық май құямыз аздап. Барлық таттардың мөлшерлерін астына комментарий бөліміне қалдырамыз. Үстінен 1,5 ас қасық тұз салдым, және 1,5 ас қасық қант саламыз, яғни құмшекер саламыз. Қант пен тұзы еру үшін жақсылап араластырамыз. Үстінен 1,5 ас қасық майонез қостым. Майонез міндетті емес, бірақ бар болса қоссаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Енді үстінен аштығымызды қосамыз. Аштықдан 1,5 шай қасық аштықы қостым. Бізде қамырымыз көп болып шығатындықтан мен 1,5 шай қасық қостым. Егер сіз аз ғана елейтін болсаңыз, 1 шай қасық жетеді. Енді електен алдын ала өткізіп алған ұнды, бөлме температурасында тұрған жылы ұн болу керек. Сарайдағы мұздай ұнды әкеліп қоспаймыз. Өйткені ол ашытқан кезде суға барып ұнмен қосылған екен, мұздай болады дағыны. Қамырыңыз дұрыс ашымай, көтерілмей қалады. Сондықтан жылы ұнды қосамыз. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын, эластичный деп айтамыз ғой, сондай қамыр илейміз. Бұл негізі дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, бұл қамырдан ешқандай қолға жабыспайтын, сондай жұмсақ, үлпілдек қамыр шығады. Дәл осы қамырға менде 1 кило 300-350 граммдай ұн кетті. Сіздердің ұндарыңыз әр ұнның салмағы әртүрлі болғандықтан тығыздығы сізде сәл көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Енді сіз оны қолыңызбен сезіп, жұмсақ екенін білгеннен кейін ұнды көп қоспай, аз-аздан қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осы қамырды енді бетін жауып, жылы жерге төсеніш төсеп, жылы жерге қойып ашытамыз. 1-1,5 сағатта бұл қамырымыз бізде ашып, әдемі болып, жұмсақ болып көтеріледі. Мінекей қыздар, менің қамырым 1,5-2 сағаттай тұрып, жақсылап көтеріліп ашыды. Енді осы қамырды алып, қамырмен жұмыс жасаймыз. Алдын айтқандай, бұл қамырдан сіз өзіңіз, өз еркіңіз не жасаңыз да, мен қазір бұл қамырдан лепешка, күлше нан, одан кейін бауырсақ пісіремін, және батон нан мен булочка пісіремін. Егер сіз оларды жасамайым десеңіз, осы қамырды алып, бұл қамырдан булочка немесе сосиска тесте, жана картошка мен қосылған пирожки жасаңыздар болады. Ал мен қазір бұлардан 3-4 бөлікке бөліп, таразымен өлшеп, бірдей етіп, алдымен лепешка пісіремін. Бір бөлігіне лепешка, мына екінші бөлікке бауырсақ пісіремін. 3 бөлікті бірдей етіп, 530-540 граммнан өлшеп алдым. Ал мына соңғы 4-ші қамырды біз теңдей етіп 2-ге бөліп, бұл қамырдан батоннан жасаймыз. Кішілеу 2 батоннан шығатын болады. Бұлардың салмағы 350-360 грамм болады. Мен қазір теңдей етіп бөліп жатырмын. Батоннанның тағы да 1-3 тестаны біз бөлек пакетке салып қоя тұрамыз.
қазір екі бөлік қамырмен жұмыс жасаймыз. Бірінші қамырды біз күлшенан жасаймыз дедім. Күлшенанның жасалу жолын осы видеодан қарап үйреніп алсаңыздар болады. Ортасынан басып отырып, шетіне қарай ығыстырамыз. Қолмен жұмыс жасап, әдемі икемді етіп күлшенанның формасын жасаймыз. Одан кейін шеттетін осылай қолмен басыңыздар, әйтпесем піскен кезде көтеріліп, қатты көтеріліп кетеді. Бір жұмыртқаны жарып, үстінен аздап қана бір шай қасық сүт қосып, осылай жақсылап араластырып, қазір лепешканың, булочканың, батонаның үстінен осы жұмыртқаны жағатын боламыз. Енді лепешканың үстінен осындай затпен бассаңыздар да болады, немесе ондай зат жоқ болса, сіздерде шанышқымен үстінен айналдырып басып шықса болады. Щеткамен үстінен жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқа жағып болған соң 5-10 минут кішкене көтерілу үшін қойып қоямыз. Содан кейін 180 градус пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Енді бауырсаққа кірісеміз. Бауырсақты да кішкене ұн себелеп отырып, оқтаумен жайып, өз еркіңізде домалақ қылам десеңіз домалақ бөлікпен, немесе мен сияқты төртбұрышты бөліктерге бөліп пісіріп аламыз. Бауырсақтың қалыңдығын тым қалың, тым жұқа қылмай орташа етіп 1,5-2 мм-де етіп кесеміз. Содан кейін үстінен осындай жапқыш жауып 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Одан кейін ғана барып қызып тұрған майға осылай екі жағын бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Енді екі кіші қамырымызды алып, кішкене ұн себелеп отырып, оқтаудың көмегімен жайып, батоннан жасаймыз. Батоннанның қамырын жаңағы бауырсаққа жайдық қой, соның қамырынан сәл-сәл жұқалау болса, солай жұқалау етіп жайып, осылай бүктеп ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Содан кейін соңғы бөлігін осылай қамырға жабыстырып, екі жағында жабыстырамыз. Сол кезде пісірген кезде ашылып кетпейтін болады. Екі жағын осылай жақсылап жабамыз. Екінші қамырды дәл осылай жасаймыз. Екінші қамыр жасап болдық. Енді осыны табамызға пергамент төсеп пісіріп аламыз. Үстіне қазір жұмыртқаны, жаңағы бір жұмыртқаның қалғанын осының үстінен жағып, содан кейін пышақпен, өткір пышақпен кесіп аламыз орталарын. Осылай кескен кезде пышағыңыз өткір болу керек, немесе лезвінің көмегімен кессеңіз де болады. Үстіне күнжіт сеуіп, мұны да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілген соң ғана пешке саламыз. Енді соңғы қамырымыз қана қалды. Енді осыдан арасына варенка жағып, қазір булочка жасаймын.
жұқалап етіп жайып алып бөліктерге бөлеміз. Видеода бәрі анық көрсетілген. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей қамырды жұқа етіп жайып алдық. Енді 7-8 бөлікке бөліп шығамын. Сіздер басқа форма жасасаңыз да болады. Маған оңай осы болғандықтан осылай 8 бөлікке бөліп, қазір арасына варенка жағып жасап алдым. Немесе булочканың формасына келтіріп жасап беруге болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Осылай шетінен бастап бұрап, ортасын кішкене қатты басын қарап, арасындағы варенкасы ағып кетпейтіндей етіп, формасын, рогаликтің формасын келтіріп жасап алдым. Енді осы булочкаларымызды табамызға қойып, бетіне жұмыртқаны жағып, үстінен мак немесе құм шекер сеуіп, жақсылап кішкене көтерілген күтеміз. Бұның да 10-15 минут көтерілгеннен кейін ғана пешке салып 180-200 градуста пісіріп аламыз. Мен жаңағы күлше нанды, батон нанды, булочкаларды барлығын 1 градуста, яғни 180 градус пен 200 градустың ортасына қойып пісіріп алдым. Тез пісіп кететін болса, арасы шикі болып қалады, сондықтан жайға қойып пісіреміз. Мінекей дайын болды. Қазір батон наны піскен соң салып аламын. Ал мендегі бұл бауырсақтарды арасын ашып көрсетейін. Арасы әдемі, осы тығыз емес, жұмсақ болып шықты. Піскен соң міндетті түрде пакетке салып орап қоямыз. Одан сайын жұмсақ бола береді. Ал батон нандарымыз пісіп шықты. Мінекей күнделікті бір нан жаба бермей, арасында осылай батоннан пісіріп тұрсаңыз, балаларыңыз сүйсініп жейді. Өте жұмсақ, күшті болып шықты. Күлше нанымды әдемі болып пісіп шықты. Үстіне міне күнжіт сепкен едім. Қызарып әдемі болып пісіп шықты. Мінекей. Булочкаларымыз да мінекей пісіп шықты. Өте биік болып көтеріліпті. Кішкене расстойкаға қойсаңыздар, осылай жұмсақ болып көтеріледі. Ал егер расстойкаға қоймасаңыздар, кішкене тап болып қалады. Арасын бәрін кесіп көрсетейін. Мінекей жұмсақ әдемі нан болып шықты. Мен қолданған ұн бірінші сортты ұн. Бірінші сортты ұн немесе жоғары сортты ұнды қолдануларыңыз керек. Батон нанымыздың да арасы осылай жұмсақ әдемі болып, пышный болып шықты. Осылай сіздер де жасап көре аласыздар. Және жаңа айтқанымдай да, бұдан басқа да ұннан да салатын тағамдарды жасасаңыздар болады. Өте универсальный, керемет қамыр. Құрметті оқырмандарым, видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыз және лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.